Hi everyone, how are you doing? My name is Mulder. I'm an English teacher with 6 years of experience. Баршаңызға сәлем, менің есімім Mulder. Мен ағылшын тілі пәні мұғалімімін, 6 жыл стажы бар педагог модератормын. Бүгінгі видеода мен сіздермен ағылшын тілін бастап, ағылшын тілін енді оқып жатырған, бастап бірақ тастап кете беретін, немесе ағылшын тілін таңдап жатырған болашақ студенттерге осы бір видеомен бөлісуді жөн көрдім. Немесе өзі ағылшын тілін өздігінен оқып жүрген жандар болса, деңгейін көтеріп жатырған жандар болса, осы бір видео сіздерге бір көмек болар деген мақсатта осы видеоны түсіруді жөн көрдім. Ең бірінші, ағылшын тілін оқып бастап жатырған кезде көп адамдарда күшті мотивация болады. Басында мен осы тілді оқимын, мен күшті сөйлеп кетемін деп, сондай бір күшті мақсаттарды алдымызға қоямыз да, бірақ кейін ол біздің мотивациямыз көпке жетпей қалады. Шамалдан жалқаулық басып кетеді, өз-өзімізді жеңе алмай қаламыз, тастап кетеміз, қайта бастаймыз, тастап кетеміз, сол деңгейде қайта бастаймыз, немесе бір деңгейде тұрып қаламыз. Сонымен интернетті ашамыз, ананы қараймыз, мына видеоны қараймыз, ағылшынша қалай үйренсем болады, how to improve my English skills, how to improve my speaking skills деп барлығын ақтарып, біздің басымызда хаос пайда болады уже. Шаршап кетеміз, біз мынаны да қараймыз, еще онымен қатар at the same time дейміз да, IELTS-қа дайындалғымыз келеді, IELTS тапсырғымыз келеді, сертификат алғымыз келеді, бәрін бірден болып кеткенін қалаймыз, былайша айтқан кезде, шынымен де. Және көп адамның бойы осы. Бізге бәрі бірден болу керек, бірақ олай емес. Бәрі жайлап келеді. Еш нәрсе жасамағаннан, күніне жайдан, аздан, бірақ үздіксіз үзбей отырған нәрсе әрқашанда өте үлкен нәтижеге және жетістікке апарады. Сондықтан да ең бірінші адам өзінің ойын қағазға түсіру керек. Немесе нақты өзіңіздің целіңізді анықтаңыз. Мақсатыңыз не ағылшын тілін оқудағы? Адамның нақты қойған мақсаты адамды ешқашан жарты жолда тастап кетпейді. То есть адам бір нәрсені жарты жолда тастап кетпейді, егер де мақсаты айқын болса. Мысалы, кейбіреулері ағылшын тілін өзінің мамандығы болғандықтан деңгейін көтергісі келеді. Кейбіреулері оқуға түсу үшін, кейбіреулері IELTS тапсыру үшін, кейбіреулері просто ағылшын тілінде жақсы сөйлегісі келеді, шетелге ата-анасын шығарғысы келеді деген сияқты. Әр адамның мақсаты әртүрлі, Ең бірінші, сол мақсатымызды айқындап аламыз. Не үшін мен ағылшын тілін оқуым керек, не үшін мен ағылшын тілінде еркін сөйлеуім керек деген сияқты. Одан кейін интернетті каждый раз қарап, мынаны қарап, мынау күшті сөйлейді екен, мынау мен мынадан төмен сөйлеймін, менің деңгейім мынадан төмен деп өзімізді салыстырып, одан сайын дүмпуге батып кетпеңіз. Әр адамның өзіндік качествосы бар. Ол адамда бірден күшті сөйлеп кеткен жоқ. Ол адамда сөйлеу барысында қаншама дайындық барысында қиындықтардан өтті деген сияқты. Не үшін айтады? Білім инемен құдық қазғандай деп. Олаңыздар, ине құдықты қалай қазады? Тіпті сол жерде сол инемен құдық қазғандай деген адамның білім барысында, оқу барысында қаншама қиындықтардан өтетінін сипаттап айтып тұр. Сондықтан да дәл солай сізде үлкен бір күшті жетістікке жеткіңіз келсе, сондай бір қиындықтардан өту керек боласыз. Және ол дұрыс, ол нормально. Сол бір қиындықтан тек артқа қарай шегініп құлап кетпеңіз. Содан кейін мақсатыңызды нақты айқындап алдыңыз. Одан кейін ең бірінші ағылшын тіліндегі 4 скиллспен бірдей жұмыс жасаңыз. Ол бізде speaking, listening, writing and reading, осы 4 скиллспен. Осыны бөліп қойыңыз. Мысалы, бүгінгі фокусымда мен listeningге тыңдаймын, TED Talks, подкаст, тағы қандай бір BBC Learning English, неше түрлі, бізде тыңдалымға өте көп, және соларды тыңдаңыз. Солай сіз әрбір тақырыпта, неше түрлі тақырыптар бар ғой қазір, сол тақырыптар TED Talks'та бар, қаншама тақырыптар жақсы ағылшын тілінде, сондай тақырыптардағы подкасттарды тыңдаңыз, көріңіз немесе. Бірақ қалай мен ағылшын жақсартуым болады, how to improve English деген сияқты, improve my English деген сияқты видеоларды көп қарай беруге кеңес бермеймін. Ол жерде сізге тоже кеңестер айтады, осылай жаса деп. Бірақ сіз одан speaking